Енді болды, енді белшесінен басып отқанын көрдік қой. Басқа айтатын сөз жоқ бұл жерде. Заңды белшесінен басып отыр. Облыстың акиматтың ішінде мынандай, басқа жерде білмеймін. Таң тауым деп айтамын. Келіңіз. Жиналысқа қатысушылар енді қорытындылардың алдында, депутат мырзалар қорытындылардың алдында мен де қысқаша айтып жіберейін. Жаңада мен айттым ғой, жалпы жұмыс көрінбей тұр деп айтып отырсыздар. Үш жақты комиссия отырысына шақырып, тиісті тапсырмалар беріп, уәкілетті органдарға, соның ішінде өнеркәсіптік қауіпсіздік инспекциясы, санитарлық эпидемиологиялық инспекцияларына, мемлекеттік еңбек инспекторына тиісті тапсырмалар берді. Қазір ол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сіздің мәселеңіз қазір мына жалпы жұмыстан шыққан туралы, заңсыз шығарған туралы біздер естіп отырдық та, қазір көтерілген мәселелерімізді қарағанда біздер мына үш жақты комиссияға кіргізуімізге шешім қабылдадық деп, енді мен төрағасы болғандықтан сол қабылдадық деп шешіп отырмын қазір осы жерде. Келесі осы аптада, болмаса келесі аптада біз бұл мәселелерді осы жұмыс берушіні шақырып, солардың өздерін және бозашы тапсырыс беруші Бозашы мұнайдың жауапкершілігі серіктестігінің басшысын шақырып, бәрін осыны талқылаймыз. Уәкілетті органдарға тиісті тапсырма береміз. Ал тиісті жұмыс жасады, жасамады деген сұрақтарыңызға байланысты енді мен айтайын. Жалпы тек қана өзіңіз білесіз ғой, қазір Маңғыстау облысында қандай еңбек қатынастарына байланысты қандай сұрақтар көтеріліп жатыр. Барлығы бойынша шаралар қолданып жатыр. Ал қалай заңға сәйкес шешім қабылданды ма, заңға қайшы қабылданды ма, ол әр адам өзінің қол қойған құжатына жауап беретін болады. Сол себепте ондай сұрақтар болатын болса, келіңіз. Сол себептен осы жиналыстың қорытындысына байланысты біздер жұмысты жалғастырамыз. Аға, мен сізге айта алмаймын сізге, бере алмаймын сізге. Конфиденциальный жоқ, ол конфиденциальный информация айтуға болмайды. Түсіндіретін адамды не үшін ол үш жақты сол бізге жоқ, член комиссия мен сізге айта алмайды. Жоқ деген сөз болады ма? Жоқ, письмода конкретно жазылып тұр ғой, не екен? Енді айтуға болмайды. Не болмайды? Айтуға болмайды. Жоқ, сұрауын комиссияны айтуға болмайды дейсіз, да? Болмайды. Неге? Қайыр жазылып тұр? Айтып отырмыз. Қайыр жазылып тұр, конфиденциальный екенде. Аға, не? қазір уже бастайды. Бастай берсін. Енді адамдар отырмайды, сізді күтеді. Енді кірейік та енді. Кіруге болмайды. Основание қандай? Болмайды. Основание. Хатты жіберді, кеше. Жоқ, неге басқа кәсіподақтар бар мына ішінде? Мына списокте басқа кәсіподақтар бар. Салалық кәсіподақтар бар. Тағы да басқа кәсіподақтар бар. Неге басқа кәсіп алалап отырсыңдар ма сендер не? Неге құқығымызды шектеп отырсыңдар? Жоқ, түсіндіріп айтып отырмын. Заң аясында түсіндірші. Статьяға осындай сүйеніп, осы заңға байланысты солай. Сіз деген тек өзіңіздің атыңыздан айтып отырсыз ғой. Жоқ, аға, мен сізге айттым, сізді кіргізбейді. Основание. Енді хатты кеше жібердік қой. Жоқ, мен хат жайлы айтқан жоқпын. Мен жиналысқа кіргім келіп отыр. Официальный емес па хат, официальный емес па. Мен жиналысқа кіргім келіп отыр да, болып жатқанда. Енді болмайды. Болмайды. Неге? Кіруге болмайды. Сіздің сұрағы емес, травматизм бойынша басқа мекемені шақырған. Жоқ, травматизмді кім айтты, кәсіподақта айналыспайды деп. Жоқ, аға, кіргізуге болмайды, айтып отырмын. Основание айтшы. Міне, осындай заңға байланысты деп. Аға, основание айтпаймын. Значит, сендерде менде сондай рұқсат жоқ. Сендер қоғамдық бірлестікке кедергі келтіріп отырсыңдар ғой, да? Аға, мен бас маман, менде сондай рұқсат жоқ. Қандай рұқсат? Сондай информация. Саған кім рұқсат береді? Бастықтар бар. Бастығыңыз сізге рұқсат бермей отыр бізді кіргізуге. Келмейді. НКР сізге конкретный приказ берді ғой, да, бізді кіргізбеуге, да? Жоқ, НКР емес. Енді кім? Сіз айтып отырсыз, бізде рұқсат жоқ деп отырсыз ғой. Сізді шақырған жоқ. Письмо келді біз. Сізді шақырған жоқ. Сіз мені тыңдамайсыз аға. Мен айттым. Мына жерге шақыру қажет жоқ, мен сізге айтайын. Заң аясында трехсторонний комиссияға шақыру қажет жоқ. Сұрақ керек болса, сіз уже біткеннен кейін ертең ертесіз. Жоқ, бізден қатысқымыз келіп отыр, әкім не айтып отқанын естігіміз келіп отыр. Әкімге на прием запись бар. На прием керек жоқ, мен жиналысына қатысқым келіп отыр, не айтып отқаны халыққа. Енді сізді шақырған жоқсыз ғой. Неге шақыру керек оны? Трехсторонний комиссия шақырмайды, мен өзімде бар аламын. Шақырады. Қай жер жауап тұр, көрсетіңізші. Көрсетіңізші мына, міне заңда осыны деп. Енді не қылды отырсыз, өтірік алып отырсыз, значит. Давайте не будем. Как не будем? Что не будем? Давай не будем, кірейік онда. Жоқ, білмейсіз. Неге? Основание. Не үшін салалық кәсіподақтың төрағаларының жеріне жазылып тұр? Аға, мен сізге басқасы вообще. Сіз мемлекеттің атынан сөйлеп тұрсыз ғой қазір, білесіз бе? Жоқ,
Кімде? Сіз өз атынан сөйлеп тұрсыз ба, әлде мемлекет атынан сөйлеп тұрсыз ба? Жоқ, аға, айттым ғой. Госслужащий ба сіз? Шақырған жоқ. Не? Сіз госслужащийсіз ба? Мемлекеттік қызметкерсіз ба? Жоқ, жоқ. Мемлекеттік қызметкер заң аясында сөйлеу керек, әрекет істеу керек та. Білесіз ба? Нені айтпаңыз? Сіз мемлекеттік қызметкерсіз сұрап тұрмын ғой сізден? Аға, мен сіздің айтқанын түсініп отырмын. Уағалейкум ассалам. Провоцировать мен сені түсінбеймін. Танисыз ба адамды? Мемлекеттік қызметкер ма? Бір нәрсе айтып отыр, мен айтамын, заңға сүйеніп айтыңызшы десем, өз атынан айтады да. Мен айтамын, өз атынан әңгіме керегі жоқ маған деймін да. Сен мемлекеттік қызметкерсің деймін да. Әрбір іс әрекетіңе жауап бересің деймін да. Енді жоқ кіргізе алмаймын. Заң аясында неге кіргізе алмайсың десем, Жауап бердім сізге. қай заңға? Қай заңды көрсетіп тұр маған шақыру керек Мен екен. сізге заңды көрсетпеймін. Менде сондай рұқсат жоқ. Заң аясында жұмыс жасамайсыз да, значит, беспредел ма сізде? Причем тут беспредел? А енді кіргізбеймін деп отырсыз ғой. Давайте не будем. Мен кіргізбейтін болсам айтамын, мына заңға байланысты сізді кіргізуге болмайды деп айтамын да. Жиналысқа кірейін деп едік қой. Кеше әкім айтып еді да, жиналыс болады ол жақта. Жұмыс берушілерді жинаймын, осылай кәсіподақтарды жинаймын, трехсторонний комиссия болады деді да. Енді соған кіріп қатысайын деп едік, қарайын деп та, бізге ештеңе жоқ, тек қатысып тыңдайын деп отырдық та. Жоқ, бар кәсіподақтарды шақырып жатыр, біз кәсіподақтар ретінде келіп тұрдық та. Комиссия мүшелері жоқ бұл жерде. Қай комиссия? Қазіргі үш жақты Өзі мүше деген нәрсе жоқ, бәрі тек жақтар болып саналады да, үш жақ бар да. Мемлекет жағынан бар, жұмыс берушілер жағынан бар, жұмысшылар жағынан кәсіподақтар келіп отыр. Біз сол Кәсіпкерлік ана мекеменің ішінде жоқ, біз салалық кәсіподақтың атынан келіп Салалық отыр. кәсіподақтың атынан келді. Отын энергетик кешені деген. Профсоюз кәсіпкерлік. Не себеппен ол спискке түспей алған? Мен сізге жаңа айттым. Сіз ба список составлять еткен? Шақырған жоқ. Қай жерде айту шақыру керек деген. Мен түсінбейсіз. Основание көрсетіңіз, жоқ, ананы қандай заңға сүйеніп шақырдыңыз басқасын? директорлар бар. Жұмысшылар бар ма? Сіз таңдайсыз ба кімді шақырып кімді шақырмайтынын? Кәсіподақтар Басты түспейді осы жерге. Мен сізге айттым ғой. Жоқ, сіз ба таңдайтын кім келеді кім кететін? Аға, мен сізге ештеңе айтпаймын. Енді білмеймін, заң аясында сөйлеңізші, заңмен сөйлеңізші, заңмен. Айттым мен сізге. Заң не? Мына заң деген бүйтіп айтады деп айтыңызшы. Шақырған жоқ. Жоқ, мен мына адам мемлекеттік қызметкер ма? Неге заңмен сөйлемейді? Сіз бір нәрсе талап еткен заңға сүйеніп талап етесіз ғой да? Осы заң бойынша кіруге болмайды, кіруге болады деген сияқты да. Мына адам айта алмай тұр бізге. Неғып тұр мына адам? Неге айта алмайды? Мен түсінбеймін. Мемлекеттік қызметкер заң аясында айта алмай тұр. Мына салалық кәсіподақ біреуді шақырады, біреуді шақырмайды. Неге шақырмады? Неге списке енгізілмеді? Неге кіргізілмейді? Қай жер жауап тұруға кіргізуге болмайды? Сіз если әкімге кіретін болсаңыз. Мен әкімге емес, мен жиналысқа кіргім келіп тұр. Үш жақты жиналысқа. Шақырған жоқ, айтып отырмын ғой. Қай жақты шақырады деген? Шақырған жоқ, ол соны шақырады. Ор, жиналысқа сол трехсторонний комиссияға шақырмаса кіруге болмайды деген заң қай жерде бар көрсетші. Міне еңбек кодексін ашып жіберді, айтшы, міне мына заң бойынша осылай солай. Мен сізге айттым, менде сондай рұқсат жоқ. Сол айтып Іңкәров мырза ма сізге беріп отқан рұқсатты, беретін рұқсат сол ма? Сол адам ғой да? Значит, сол адам бізді списке енгізбей, осы адамдарды келетін болса кіргізбей деп айтты ма? Айтыңызшы соны. Бір просто заң аясында біз басқа ештеңе сұрап тұрған жоқ сізден. Тек заң аясында айтпаңызшы бізге міне. Осылай деп та. Басқа ештеңе керек жоқ. Мен сізге айттым, менде сондай рұқсат жоқ. Значит, мен түсінемін, Іңкәров Әлігер сізге рұқсат берген жоқ бізді кіргізуге да. Мына жерден бәленің бәрі Іңкәров Әлігерден шығып тұр ғой да. Кәсіподақтардың жұмысына кедергі келтіруге болмайтынын білесіз ба? Жоқ, болды, айттым сізге. Иә ма, жоқ па? Білесіз ба? Дым айтпаймын. Сіз неғып тұрсыз сонда мына жерде дым айтпайтын болсаңыз? Дым айтпаймын. Онда біз кіре берейік жайлап, дым айтпай ақ қойын. Кірмейсіз. Основание. Кірмейсіз, айттым, кірмейсіз. Значит, заң бұзып тұрсыз ғой қазір да? Біздің құқығымызды шектеп отырсыз да? Сізді шақырған жоқ. Официально хат кетті. Қай жер жазылып тұр? Шақырғаны. Официальный письмо келмесе кіруге болмайды деген қай жер жазылған айтыңызшы. Мен сізге дым айтпаймын. Сіз келіп мені провоцировать етіп отырсыз. Нет, мен сұрақ қойып отырмын сізге. Специальность. Не провоцировать етіп Не провоцировать етіп Специальность. Не нәрсеге провоцировать етіп айтыңызшы. Жоқ. Сіз сөзіңе жауап беріңіз, сіз мемлекеттік қызметкерсіз. Аға, мен сізге. Сіз мына жерде қылмыс жасап тұрсыз қазір, өтірік алдап бізге. Мен ешкімді алдамаймын. Енді айтыңызшы сонда кіргізу болмайды просто мына заңды көрсетші міне мына. Кіргізу болмайды деп айтып тұрсың жап-жаңа. Болмайды, айттым, болмайды. Сізді шақырған жоқ, сол үшін болмайды. Тағы айтамын, үш жақты комиссия болған кезде бізді шақыру керек деген қай жерде жазылған? Жоқ, болмайды, айттым ғой, болмайды. Мына территориальный соглашение бар ғой да, үш жақты. Соны алып келіңізші, айтыңызшы міне мынаның ішінде көрсетілген. Сізге көрсетуге болмайды, аға, сол территориальный соглашение. Неге? Да ты чё? Болмайды. Основание. Қай работникке болады көрсету? Основание. Айтып отырмын, жоқ, болмайды. Білесіз ба, сайтқа кірсеңіз, любой сайтта территориальный соглашение бәрі жазылып тұрған. Сіз не айтып, не қойып тұрғанын білмейсіз ғой. Не өзіңіз жекеменшік қылып алдыңыз ба?
Эndi болду, эndi белчесинен басып атканын көрдүк го. Башка айтатын сөз жок бул жерде. Заңды белчесинен басып отур. облыстық акиматтың ішінде мынандай басқа жерде білмеймін. Таң тоғым деп айтқан